Бүгін Алла Тағаланың қалауыменен біз ақида, Алла Тағаланы тану дәрісімізді әрмен қарай жалғастыратын боламыз, иншалла. Алла Тағала әрбір ісімізге, уағыз насихатымызға өзі жеңілдігін беріп, өзінің нұсратын, жәрдемін берген, иншалла. Робби ишрах ли содри, ва яссир ли амри, ва хлуқ татам мин лисани, яфқаху қаули, робби яссир, ва ла туассир, робби тамин бил хайр. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, өткен дәрістерімізде біз Алла Тағаланы тануға қатысты, Алла Тағаланың сипаттарын, Алланың ұлықтығын танытатын ілім, бұл ақида ілімі екендігіне біз тоқталып кеткен болатынбыз. Таухид ілімі деп те айтады, ақида ілімі деп те атайды. Бұл ілім жалпы құлды Раббысына жақындатады. Құл мен Алла Тағаланың арасын байлайды. Міне, ақида ілімін оқу менен, ақида дәрісін тыңдау менен құл Раббысына жақындайды. Ақида ілімі Алла Тағаланың бүкіл кемшілігі атаулардан пәк екенін, Алланың шексіздігін, Алланың күш, құдірет иесі екендігін, Алланың теңдесі жоқтығын танытады, соны үйретеді. Жалпы біз өткен дәрісімізде осы ақида, таухид бөлімін үшке бөліп қарастырған болатынбыз. Илахият, нубуат, самаият. Илахият, хақ Тағаланың, Алла Тағаланың болмысын зерттейтін ғылым. Нубуат, пайғамбарлардың болмысын, пайғамбарларға қатысты сипаттарды зерттейтін ғылым. Самаият, есту арқылы келген, ғайыпқа, ақырет күніне. Жалпы Алла Тағаланың өзі де ғайып, ақырет істеріне, періштелерге, қияметтегі сұрақ жауап, мизан таразысы, қабірдегі сұрақ жауап, осы мәселелерді зерттейтін ғылымды самаият ғылымы дейміз, есту арқылы. Біз оған тек есту арқылы ғана не істейміз? Иман келтіреміз. Енді біз илахият бабына кіріп, жалпы Алла Тағалаға міндетті, уәжіп болған сипаттарға тоқтаған болатынбыз. Соның алғашқысы 6 зати Алла Тағаланың сипаты. Кішкене бір кідіріп кетейік, өткен дәрістерімізге қайталау болсын. Алла Тағаланың затына қатысты уәжіп болған 6 сипат: әл-уджуд, бар болу; әл-қидам, бар болуы ежелден, басталусыз; әл-бақо, мәңгі, аяқталусыз; әл-уахтания, жалғыз, теңдесі жоқ; әл-қияму би-нафсихи, еш нәрсеге мұқтаж емес; мұхалафату лил-хавадис, 6-шысы, жаратқан нәрселеріне мүлдем ұқсамайды. Жаратылыс Алла Тағалаға ұқсамайды. Міне, осындай Алла Тағаланың затына қатысты 6 сипаты менен Алла Тағаланы пәктеп өткен дәрісімізде ұлықтаған болатынбыз. Енді келесі біздің тоқталатын сипаттарымыз жалпы Алла Тағаланың субути сипаттары. Ол 8 сипат. Соның бірінші әл-құдра, құдіретті. Алла Тағаланың құдіретті болуы уәжіп, міндетті. Ал Алла Тағаланың әлсіз болуы ол мүмкін емес, мұстахил. Міне, әл-илм, барлығын білуші. Алла Тағала Құран кәрімде астаузубилля ва ма тухфи судур, сіздердің жүректеріңіздегі жасырған нәрселеріңізді, ниеттеріңізді
пиғылдарыңызды барлығын біз білеміз дейді. Алла тағала біздің жүрегіміздегі не ойлап тұрғанымызды, арттарыңыздағы, алдарыңыздағы, қолдарыңыздағы нәрсенің барлығын Алла тағала білуші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде Алла тағаланың көру сипатын Алла тағала қараңғы бөлмедегі қара тастың үстіндегі қара құмырсқаның жүріп баратқанын көреді. Алла тағала қара құмырсқаның аяқ дыбысын жүрек қағысына дейін естиді. Міне, Алла тағала барлығын білуші. Сол сияқты осы 8 сипаттың және біреуі әл-кәлам, сөйлеуші. Құран Алла тағаланың кәлам сипаты. Алла тағаланың сипаттарының барлығы ежелден бар, басталуы жоқ, мәңгі болушы, аяқталуы жоқ. Демек, Құран Алланың кәлам сипаты болса, ол мақлұқ, жаратылыс емес. Ал Құранның мұқабасы, парақтары, сиямен жазылуы, әріппен жазылуы, әріппен дыбысталып оқылуы, бұл жаратылыс. Ал оның ішіндегі мағына, сөз, ол Алланың кәлам сипаты. Бұған қатысты мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыз, қазақтың ағартушысы, Алаштың ардақтысы, қазақтың данасы, шариғатты терең меңгерген, Алла рахымына бөлесін, мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыз осы Алла тағаланың кәлам сипатына қатысты сипаты 8 болған бірі кәлам. Жаңа 8 сипат деп айтып кеттік қосубути. Сипаты 8 болған бірі кәлам, сөйлейді құдіретімен Алла тағала. Сөйлеуі біздей тіл мен жақпен емес, тіл жаққа мұқтаж емес секілді адам. Қараңыз. Алла тағала қалай сөйлейді деген кезде мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыз осыны не істеді? Шарықтап түсіндіріп кетті. Сипаты 8 болған бірі кәлам, 8 сипаттың бірі кәлам, сөйлеуші. Сөйлейді құдіретімен Алла тағала. Сөйлеуі біздей тіл мен жақпен емес, тіл жаққа мұқтаж емес секілді адам. Алды, арты, асты, үсті, оң солы жоқ, аяқ, бас, ауыз, мұрын, көз, қолы жоқ. Ұқсамайды еш нәрсе оған, кітаптың айтқанынан ойланба көп деді. Міне, Алла тағаланы жаратылыс сияқты, жаңағы, біз аузымызбен, тамағымызбен, дыбысталуымен, дем арқылы, міне, жаңғырық арқылы, біз құрал арқылы сөйлейміз. Алла тағала мұндай жисімға, денеге, құралға, әлі еш нәрсеге не емес екен, мұқтаж емес. Алла тағала Құран кәрімде Шура сүресінің 10 аятында астағфирулла, лейса камислихи шайун, ол сияқты еш нәрсе жоқ. Лейса камислихи, оның мысалы сияқты оған мысал келтіретін бұл дүниеде еш нәрсе жоқ. Ва хуа самиун басир, ол барлығын естуші, көруші. Міне, Алла тағаланы біз осылай ғана сипаттарымен қана не істейді екенбіз, таниды екенбіз. Міне, құрметті бауырлар, құрметті ағайын, біз 8 сипаттың біріншісі құдірет, Алла тағала құдіретті. Сосын әл-айлім, барлығын білуші, әл-ирода, қалаушы. Алла тағала қалаған нәрсе болады. Фаалу лима юриді. Ол қалаған нәрсенің барлығы бұлжытпай істейді. Ол нені қаласа, инналлаха яфалу ма юрид. Алла тағала шынында қаласа істейді.
Алла тағала нені қалайды, сол болады. Күн дейді, фаякун. Алла тағала Құранда айтады, бол десе, ол нәрсенің барлығы не істейді екен, бола қалады екен. Міне, біз Алла тағаланың осындай сипаттарымен ғана танимыз. Қашан біз Алла тағаланың сипаттарын жүрегімізге жат қыламыз, сол кезде біз Алла тағалаға, Раббымызға жақындай түсеміз. Және бір сипаттың бірі әл-хая, тірі. Алла тағала тірі. Алла тағала Құран кәрімде астаузбилля ва таваккал алал хаййиллази ла ямут. Сондай тірі, өлмейтін Раббыларыңа тәуекел қылыңдар деді. Енді бұл сипатты түсіну үшін біз жаңағы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыздың салып кеткен өлшемі бар ғой. Соған сал жіберсек, бізге бұл сипат түсінікті болады да қалады. Біз тіріміз денемізбенен. Біздің тірі екенімізге біздің денеміздің қимылы не болады екен? Дәлел болады. Ал енді Алла тағала тірі, мысалы сипаты 8 болған бірі тірі. Тірілігі Алла тағаланың құдіретіменен. Тірілігі біз сияқты тән мен жанмен емес, тән жанға мұқтаж емес секілді адам. Міне. Осылай Алла тағаланы біз не істеуіміз керек екен? Осындай өлшемдермен Раббымызды пәктеп тұруымыз керек. Алла тағаланың және бір сипаты әс-сами', естуші. Ол Алла тағала барлығын естиді. Одан кейінгі сипаты әл-басар, көруші. Алла тағала барлығын көреді. Құранда Алла тағала сондай келтірді, астаузбилля, инналлаха лабил мирсад. Дәл қазір Раббыларың Алла сіздерді көріп тұр. Алла тағала қазір баршамызды, қалай отырғанымызды, не істеп жатқанымызды, барлығын, не ойлап жатқанымызды, ниетімізге дейін барлығын істеп тұр, көріп тұр. Ла таъхузуху синатун. Алла тағаланы қыспайды, синатун, қалғу. Вала наум. Алла тағаланы ұйқыда қыспайды. Қараңыздар. Біз қалғып кетеміз, бұл кемшілік. Біз ұйықтап қаламыз, бұл кемшілік. Ұйықтап қалған кезде, қоршаған ортада не болып жатқанын білмейміз, ұмыт қалдырамыз. Алла тағала мұндай кемшілік атаулылардан пәк. Ас-сами' ол естуші, әл-басар ол барлығын көруші. Алла тағала барлығын естиді екен, бақылап тұрады екен. Міне құрметті жамағат, соңғы сипаты ат-таквин, болдырушы. Алла тағала нені қаласа, ол нәрсені істейді, бола қалады. Міне, осы 8 сипаттың қай-қайсысын болмасын, біз Абай атамыз айтқан, мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыз айтқан өлшемге салып отырсақ, біз Раббымызды кемшілік атаулардан пәктейді екенбіз. Егер біз бұндай өлшемдерді білмесек, онда лағынеті шайтан бізді не істейді екен? Азғырып кетеді екен. Сондықтан біз сондай шайтанның азғыруына түсіп қалмау үшін, біз осындай өлшемдерге салып, біз әрқашан әрбір қазақтың баласы, қазақтың ағартушылары, Ыбырай Алтынсарин атамыздың мұсылмандық тұтқасы, Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың мұсылмандық шарты, Абай атамыздың 13-36 қара сөздеріне, мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыздың дастандар еңбектеріне тоқталуымыз керек.
Сол кезде біз не істемейді екенбіз? Біз сол кезде адаспаймыз, сол кезде біз қателеспейміз, әртүрлі ағымдардың артына еріп кетпейді екенбіз. Мысалы, Алла көреді дедік. Біз маңдайымыздағы екі көзімізбенен көреміз. Бұл құрал. Егер жарық болса біз көреміз, қараңғы болса біз көре алмаймыз. Ал Алла тағала көреді. Осыны жаңағы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы атамыздың өлшеміне салып жібереміз. Сипаты 8 болған бірі басар, көруші. Көреді құдіретімен Алла тағалам. Көруі біздей тәнмен, көзбен емес, тән көзге мұқтаж емес секілді адам. Сипаты бірі 8 болған бірі сами, естуші. Естиді құдіретімен Алла тағалам. Естуі біздей құлақпен, мимен емес, құлаққа, миға мұқтаж емес секілді адам. Алла тағала бұндай құралдарға кемшілік, өзі жаратқан жаратылысқа мүлде мұқтаж емес. Ондай кемшілік атаулардың барлығынан Раббымыз Алла тағала пәк. Міне. Сондықтан Абай атамыз өзінің өлең шумақтарының бірінде мекен берген халық қылған ол лә мәкан. Қараңыздар. Мекен берген бізге осы жерді мекен қылып берген, халық қылған. Халық деген Алла тағаланың холиқ деген сипатынан шығып жатыр, жаратушы. Демек, халық деген сөз жаратылған. Мекен берген бізге жерді, оның үстіне бізді халық қылып жаратып қойған, ол лә мәкан, ол Алланың өзі мекенсіз. Түп иесін көксемей бола мекен. Түптің иесі кім? Түбін зерттегенде барлық нәрсе Алла тағалаға келіп тіреледі. Түптің иесі жаратушы ол Алла. Оны көксеу дегеніміз, оны ойлау, оның рахымынан, мейірімінен үміт ету, Алланы тану, Алладан күнәларымыз үшін кешірім сұрау, Алла тағалаға жақындау, Алланың ризалығын іздеу, көксеу. Әрбір ісімізді Алла разылығы үшін жасау. Түп иесін көксемей болам екен. Және оған қайтпақсың, оны ойламай. Және оған қайтпақсың дейді. Бәріміз оған қайтамыз. Бәріміз Алла тағалаға қайтамыз. Бірақ оны ойлап жүрген ешкім жоқ. Қараңыз. Және оған қайтпақсың, оны ойламай, басқа мақсат ақылға қонам екен. Оған қайтуға, демек ақыретке, қабірдегі сұрақтарға осы дүниеде дайындалғаннан артық мақсат бар ма дейді. Бәрібір оған қайтасың, білесің дейді қайтатыныңды. Бірақ оны ойлап жүрген жоқсың дейді. Нені ойлап жүрсің дейді? Дүниені ойлап жүрсің. Өткінші нәрсені ғана ойлап жүрсің. Міне. Және оған қайтпақсың, оны ойламай, басқа мақсат ақылға қонам екен. Міне Аллаға дайындалып барғаннан, Алланың алдына қиямет күніне дайындалып барғаннан артық нәрсе жоқ екен да. Түпкі мақсат не екен? Алланың разылығын табу. Оны ғоятун дейді араб тілінде. Ал жай мақсат оны хатафун дейді. Мысалы, бір студент өзінің оқуын бітіру, бұл жай мақсат. Диплом алу, қызметке тұру, бойдақтардың үйленуі. Бұның барлығы өткінші нәрсе. Жай мақсат ол бітіп қала береді. Бірақ осының барлығының түбінде түпкі мақсат тұрда, соны ұмытпауымыз керек.
Міне қараңыздар, Алла тағаланың қалауыменен ешкім білген жоқ. Осындай әлемді індет ауру тарқайтынын. Ешкім бұған дайындалған жоқ. Міне осы күнге дейін осы ауру шығып, барлығымыз карантин деп үй қамағына қамалғанға дейін барлығымыздың әртүрлі жоспарларымыз бар еді. Бұл айтқанда пландарымыз бар еді, мақсаттарымыз бар еді. Барлығы су сепкенде не істеді? Басылды. Барлық пландарымыз бұзылды. Осы кезде біз ойлануымыз керек, біз түпкі мақсатымыз не? Не үшін келдік? Мысалы, жоспарымыз бұзылды. Демек біз түпкі мақсатымыздың не екенін осы кезде анықтауымыз керек. Біздің түпкі мақсатымыз ол Алланың разылығы болу керек. Ал қалған нәрселерді Алланың разылығы үшін, мысалы, мына мамандықты игеру. Ол мамандықты сіз игеру үшін сол саланың оқуын оқуыңыз керек. Мысалы, университетке түсесіз. 4 жылда бітіресіз. Мақсат қызыл дипломға оқып, сол мамандықты толық меңгеріп шығу. Оны бітіп дипломыңызды алғасын, ол мақсат бітті. Енді бір жақсы маман болып жұмысқа тұру. Жұмыс іздейсіз, оған тұрасыз. Жұмысқа тұрғаннан кейін енді сол табысыңды жинау, соны жинап, үйлену, тұрмыс құру, бала сүю. Одан кейінгі мақсат сол балдарды өсіру, оларды жетілдіру, оларды оқыту, оларды үйлендіру. Міне сөйтіп жүргенде сіз қартаясыз. Осылай мақсаттар, жай мақсаттар, хатафтар бітіп қала береді. Ал енді осының барлығын сіз түбінде Алла разылығын істесіз. Алла разылығы үшін істесеңіз. Осыны біз ұмытпауымыз керек. Алла тағала Кахф сүресінің предпоследний, ең соңғы аятының алдындағы аятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға былай деп айтқызады. Астағфирулла. Құл, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, оларға айт дейді. Иннама ана башарун мислукум. Расында мен өз араларыңнан шыққан бәшар, пендемін. Өздерің сияқты ет пен сүйектен жаратылған мен де адамның баласымын. Юха илайя иннама илахукум илахун вахид. Менің сіздерден артықшылығым дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Маған уахи келді дейді. Пайғамбарымыз Алланың елшісі болып таңдалды. Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Жәбірейіл періште арқылы Алла тағала уахи жіберіп Құран түсірді. Жер бетіндегі барша адам баласын, адам мен жын тайпасын ескерту үшін. Сондағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түскен юха илайя иннама илахукум илахун вахид. Маған уахи түсті. Мен сіздерге елші болып жіберілдім. Иннама илахукум илахун вахид. Сіздердің жалғыз ғана тәңірлеріңіз ол Алла екенін жеткізу. Пайғамбарымыздың міндеті не екен? Таухид. Алланың жалғыздығын, бірлігін, күш құдірет иесі ол Алла екенін. Түпкі мақсат сол Алланың разылығын табу. Әр ісімізде сол Аллаға табынып, Аллаға сиініп, Аллаға құлшылық қылып, Алла разылығы үшін жасау. Сосын арғай, фәмән юриду, фәмән кәна яржу лиқа роббихи. Кімде-кім Раббысымен кездесуді қаласа, кімде-кімнің мақсаты Алланың разылығы болып, түбінде қияметте Алламен жүздесуді қаласа, Раббысының ұлы дидарын көруді қаласа, фәлиамал амалан солихан, дереу салихалы амал жасасын дейді. Қараңыз. Дереу салихалы амал жасасын. Салихалы амалдың ең үлкені не? Аллаға сыйыну, Аллаға табыну, Аллаға құлшылық қылу. Аллаға иман келтіру.
Аллаға иман келтіргеннен кейін, Аллаға сенгеннен кейінгі мүминнің жасаған әрбір жақсы амалы ол құлшылық. Қараңыз, дереу салиқалы амал жасасын. Сол салиқалы амалдарында «Вәлә юшрик би'ибадати роббихи ахада». Сол ғибадаттарында Алла тағалаға ешкімді ортақ қылмасын дейді. Сол ғибадаттарында Алла тағалаға ешкімді ортақ қылмасын. Демек, әрбір амалымызды біз бір Құдай тағаланың разылығы үшін жасауымыз керек екен. Әрбір амалымызды бір Құдай тағаланың разылығы үшін жасауымыз керек. Ақида ілімі осыны үйретеді бізге. Алла тағаланың жалғыздығын, ұлықтығын, әрбір амалды Алланың разылығы үшін істеуді. Ал оны әрбір амалымызды Алла разылығы үшін істеу үшін біз Раббымызды бірінші танып алуымыз керек. Міне сол кезде біз ешқашан шаршамауға, шалдықпауға тырысамыз. Өйткені біз Раббымызды таныдық. Бізге адамдардан көрі, жаратылыстан көрі жаратушының разылығы маңыздырақ болады екен. Сондықтан, құрметті ағайын, біз әрқашан Алла тағаланы тануға, Алла тағаланы жақындауға тырысуымыз керек. Ол үшін біз Алла тағаланың сипаттарын жүрегімізге жатқызуымыз керек. Алланың ұлықтығын жүрегімізге жатқызуымыз керек. Қоршаған ортаға, табиғатқа қарап, біз Алланың құдіретін көруіміз керек. Мысал ретінде, біз дамыған мықты, алпауыт, күшті мемлекеттерді, біз олардың дамығандықтарын, олардың өте үлкен күшке ие екендігін біз қалай танимыз? Олардың жасаған технологиялары арқылы біз не істейміз? Оларды танимыз. Мысалы, күнделікті қолымызда ұстап жүрген қалта телефонымыз. Соның ішіндегі ең бағалысы не? Өздеріңіз білетін iPhone телефоны. Одан кейін мысалы Samsung телефондарын қоясыздар. Ал осыны шығарып отқан үлкен дамыған мемлекеттер, мысалы. Біз олардың сол жасаған техникалары арқылы оларға не істейміз? Баға береміз. Оларды мойындаймыз. Ал енді соны соларға ойлана тұра, не үшін біз Алла тағаланың әлемді жаратқан мақұлықаттарына қарап біз неге ойланбасқа? Өйткені өткен дәрістерімізде де мен айтып кеттім, Майлы Қожа би атамыздың уақытында адамдар сол кездегі зергерлерді, ағаш ұсталарын, темір ұсталарын мақтайды. Дәл қазіргідей біз осы қолымыздағы телефондарымызды, мініп жүрген көліктерімізді, немесе зәулім сарай үйлерді, көп қабатты бұлттарға жететін үйлерді, сондай техникаларды жасап жатқан мемлекеттерді қарап, олардың шеберлігіне таң қалып, және оны мақтанып айтып біреулерге мақтаймыз. Сол замандарда да адамдар шеберлерді, ұсталарды, зергерлерді, ағаш ұсталарын мақтайды екен. Міне соны тоқтату үшін, оларға, адамдарға есін жинатып, Құдайдың құдіретін еске салу үшін, Құдайдың шеберлігін, Алланың шеберлігін ұмытып кеткен адамдарды Майлы Қожа би атамыз, ей, шеберді шебер дегенше, Алланы шебер десеңші, қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқаны құс қылған. Бір тамшы су бізді, пендені адам қылып жіберген ол шебер Алла емес пе деп не істейді екен? Ескерту жасайды екен да. Міне, нағыз шебер ол Алла тағала. Сондықтан Алла тағала Құран кәрімде астағфирулла
фәлянзурул инсану иля таамихи. Адамдар жеп отқан тағамына, асына қарамай ма, оның қай жақтан келіп жатқанын? Қай жақтан келіп жатыр біздің күнделікті жеп отқан тағамдарымыз, жеміс-жидектер қай жақтан шығып жатыр? Кім оны сондай дәмді қылып, әртүрлі түске бояған кім? Әрине ол Алла Тағала. Және Алла Тағала Құран кәрімде астағфирулла, афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат ва илас самаи кайфа руфиат ва илал арди кайфа сутиат. Міне, олар қарамай ма түйелердің қалай жаратылғанына, аспандардың қалай көтерілгеніне, жерлердің қалай төселгеніне олар қарамай ма? Қараңыз. Осы нәрселерге қарап ойланбай ма дейді. Алла Тағала біздің күнделікті пайдаланып жүрген қоғамдағы қажетті нәрселерімізбен, сол жануарлармен не істеп жатыр? Бізбен Алла Тағала сөйлесіп жатыр. Түйені пайдаланамыз. Сүтін, шұбатын ішеміз, қымыранын ішеміз, етін жейміз, өзін көлік ретінде пайдаланамыз. Шөл далаларды әлі күнге дейін пайдаланамыз. 3 айлап су ішпей, Сахараның ыстық шөлін, 70 градусқа дейін ыстық шөлді ешқандай шөлдеместен жүгіңді арқалап, түйе аяғы құмға баспастан өтіп кетеді. Ол жерден жылқылар жүре алмайды. Мысалы, Сафинату Сахар, Сахараның кемесі деп атайды түйелерді. Сол замандарда жібек жолдарыменен әлемді кезіп, керуенменен қанша мыңдаған тонналап жүктер тасыды ата-бабаларымыз. Міне осы жануарларды әлі күнге дейін пайдаланып келе жатамыз. Міне, бұл Алланың жаратқаны. Бірақ біздің жаратқанымыз, біздің жасағанымыз, адамдардың жасаған көліктері Алланың жаратқанына ешқашан жете алмайды. Біз осы нәрселерге ойланып, Құдайдың құдіреттілігін, Алланың ұлықтығын көруіміз керек. Сол кезде біздің жүрегіміз не істейді екен? Орнығады. Міне. Сол кезде біз өте күшті, мықты үмметке айналамыз, иншалла. Міне, ақида ілімі бізге Алла Тағалаға жақындауды, Алланың құдіреттілігін, Алланың ұлықтылығын, Алла Тағаланы жүрекке жат қылуды үйретеді. Міне, құрметті ағайын, біз Алла Тағалаға қатысты 14 сипатқа тоқталып кеттік. 6-ы Алланың затына қатысты, 8-і Алла Тағаланың субути, ісіне қатысты сипаттары. Міне, осы сипаттарды біз жүрегімізге жат қылсақ, бізді ешқашан лағынеті шайтан ести алмайды екен, азғыра алмайды. Міне, Алла Тағала бар, әл-уджуд. Өздігінен. Біз бармыз Алланың қалауыменен. Біздің барлығымыздың бастауы бар. Алла Тағала бар, қадим ежелден басталусыз. Біздің басталуымыз бар, біз бармыз Алланың қалауымен, біздің басталуымыз бар, біздің аяқталуымыз бар. Алла Тағала бар, өздігінен ежелден басталусыз, әл-бақо мәңгі аяқталусыз. Міне. Алла жалғыз. Біз жалғызбыз деп айта алмаймыз. Біз бөлшектерден, мүшелерден тұрамыз. Алла Тағала бұндай мүшелерден, бөлшектерден, кемшілік атаулардан мүлдем пәк. Мұхалафату лил хавадис. Жаратқан нәрселеріне, жаратылысқа мүлде ұқсамайды. Әл-қияму би нәфсихи. Еш нәрсеге мұқтаж емес. Біз мұқтажбыз. Біз жаратылыспыз. Сондықтан, құрметті ағайын, осындай сипаттарды біз тек қана оқып, естіп, жаттап қоймай, оны істете білуіміз керек.
Міне сол кезде біз не істемейді екенбіз? Біз адаспаймыз. Сол кезде біздің иманымыз мықты болады. Ал болмаса, қазіргі уақытта қоғамымызда әртүрлі ағымдар көбейіп кетті. Олардың қоғамдағы көтеріп жүрген осы ақидаға, Алланың сипаттарына қатысты мәселесін баршаңыз білесіздер. Кез келген жерлерде өздерінің идеологиясын, ақидасын тықпыштауға тырысады. Соның бірі айтатын қоғамдағы таралып кеткен олардың тақырыптары Алла тағаланы аспанда, аршыда, тақта, орындықта, тронда отыр, аяғын күрсиге қояды, екі аяғы, екі қолы бар, көзі бар, құлағы бар деген сияқты мәселелер. Біз соған қатысты бірінші Алла тағаланың сипаттарын, жаңағы 14 сипатымызды жүрегімізге жат қылып, оны қалай істетуді үйрендік. Міне, Алла қаласа келесі дәрістерімізде иншалла сол әртүрлі адасқан діни ағымдарда жүрген, соның ішіндегі Мұхаммед ибн Абдул Вахабтың ізінен еріп жүрген, вахабизм ағымындағы жүрген, басқа да кезіндегі Абу Ханифа рахмахумуллахтың уақытындағы имам Тахауи, Алла оны рахымына білесін, сол кісінің уақытындағы муджассима, мушаббиха, жаңағы Алла тағалаға дене, жисім беруші, мушаббиха, ұқсатушы, жаратылысқа ұқсатушы, қадария, жахмия сияқты ағымдар болған. Сол ағымдардың мәселесін дәл қазіргі уақытта біздің арамызда жүрген осы вахабизм ағымында жүрген бауырларымыз қайталап жүр. Сол баяғы тақырып қайтып қайталанды. Жаңадан ешқандай тақырып қозғалған жоқ. Сол қозғалған тақырыптардың барлығына біз Абу Ханифа рахмахумуллахтың еңбектеріменен, имам Тахауи рахмахумуллахтың, сол кездегі салаф солихтардың еңбектерімен жауап беріп кететін боламыз, иншалла. Бұл не үшін керек? Бұл бөліну үшін емес. Бұл қоғам бөлінбеу үшін, өзімізді адасқан ағымдардан, өзіміздің отбасымызды, қоршаған ортамызды, ағайын туыс бауырларымызды сақтап қалу үшін керек. Міне. Сондықтан мәшһүр Жүсіп Көпейұлы аталарымыздың осыны өзінің өлең шумақтарында айтып кеткені, Абай атамыздың, Ыбырай Алтынсарин, қазақтың алғашқы ағартушылары, Шәкәрім Құдайбердіұлы аталарымыздың осы мәселені қозғап кеткені бекер емес екен да. Осы ағымдардың шығатынын олар біліп, ұрпағымыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмметі адасып кетпесін деп, өздерінің еңбек жолдарында осы мәселелерді атап, тайға таңба басқандай көзімізге шұқып көрсетіп кетті. Осы ата-бабаларымыздың өзінің еңбектерінде айтып кеткен және Ахлү-сүнна уәл жамағаның беделді ғұламалардың еңбектеріндегі жауаптарға біз тоқталамыз да, сол жерден жауап беріп, Алла қаласа келесі дәрістерімізде осы мәселенің барлығының түйініне тоқталатын боламыз. Алла тағала осы естіп білгендерімізге амал етіп, иншалла адаспай, қияметтің күнінде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Ахлү-сүнна уәл жамағаның ақ туының астында бас көтеруді баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын баршамыздан. Соңғы сөзімізді айтамыз. Алла тағаладан кешірім сұраймыз.